Соус дайындаймын. Ол үшін 500 грамм аршылған болгар бұрышы, 100 грамм сарымсақ, 150-200 грамм ащы бұрыш, 1 килограмм қант, 50 грамм тұз, 50 грамм крахмал, 200 мл салқын су және 200 мл 6 немесе 9% сірке қышқылы қажет болады. Қазір ет тартқыштан осы үшеуін өткізіп аламын. Енді осының үстінен 1 килограмм қантты саламын, 50 грамм тұзды қосамын. Бәрін жақсылап араластырып алдым. Масса қайнауға жақындап қалды. 200 мл салқын су, крахмалды салып езіп аламын. Неге қайнауды бастады. Енді әрі қарай 10 минуттың көлемінде дайындаймын. Сол уақыт өткенше банкалар стерилизациядан өтіп, қақпақтары қайнап дайын болады. Енді крахмалды қосатын кез келді. 15 минуттай уақыт өтті. Біздің массамыздың күйі осындай болу керек. Достар, өте ерекше соус. Сіздерде міндетті түрде дайындап көріңіздер. Соус суығанша қымтап орап жауып қоямыз.